Егер сіз осы құжаттың бәрін 100% толық оформлять ететін болсаңыз, сіз өз құқығыңызды сотта, сондай құқық қорғау органдарында толықтай қорғай аласыз. Бұл еңбек шарты. Еңбек шартымен бірге тағы да бір құжат бар, ол должностной инструкция деп аталады. Должностной инструкция деген ол сізге қандай возможность береді. Сіз сотруднигіңізге каждый раз айтасыз, мынаны істедің, мынаны істемедің, сенің вообще мынандай міндеттерің бар еді, жасалды, жасалмады деген темалардың барлығын тиянақтап бір қағазға түсіретін құжат. Должностная инструкция. Мысалы, сізде менеджер по продажам бар. Менеджер по продажам, оның определенный міндеттері бар. Сағат жұмысқа 10-да келеді, CRM-ді ашады, міндетті түрде бүкіл звонок переписканы CRM-мен жүргізеді. Одан кейін кез келген новый заявканы жарты сағаттың ішінде ответ береді. Новый заявканы ответ бергеннен кейін келесі отделға жібереді. Аптасына бір рет отчет тапсыру керек деген сияқты қатып қалған қағидамен міндеттері жазылатын құжат должностной инструкция деп аталады. Должностной инструкцияны сіздің менеджеріңізға, руководителіңізға, проект менеджеріңізға, маркетолог бәріне жазуға болады. То есть сіз любой момент бір адамның жұмысы жасалып жатыр ма, жасалып жатқан жоқ па тексеретін кезде сіз переписканы көтермейсіз, сіз ойыңыздан ойлап таппайсыз, должностной инструкцияны көтеріп, сол отчетностьпен тексересіз. Жұмыс жасалып жатыр, жұмыс жасалып жатқан жоқ. Ал егер жұмыс тиянақсыз, качествосы төмен болып жасалып жатса, ол бойынша тоже еңбек шартына сәйкес сіз жауапкершілікке тартыласыз. Ол ең бірінші ескерту, екінші объяснительный жазады, үшіншісінде жұмыстан шығаруға уже құқығыңыз болады.